Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұқа болып шығатын, ерекше дәмді болып шығатын құймақ дайындайтын боламыз. Достар, видеомды көрмес бұрын төмендегі подписка батырмасын басып, мені қолдап кетіңіз. Алдымен 3 жұмыртқамызға кішкене тұзымызды саламыз да 2 ас қасық қантымызды салып араластырамыз. Оның үстіне жылы сүтімізді құйып, ұн салып отырып араластыратын боламыз. Менде 6 ас қасық ұн кетті, 3 қасықтан бөліп салдым. Осылай жақсы қылып араластырамызды, қалған 3 қасығымызды осылай араластырамыз. Бөліп салғандарыңыз жақсы, құймақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Енді ысып тұрған табаға осылай майымды жағып отырып, құймақтарымды осылай пісіріп аламын. Достар, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, төмендегі подписаться батырмасын басып, мені қолдап кетсеңіздер. Міне мен құймақтарымды осылай көп майға былғамай, осылай жұқа май жағып, табада осылай пісіріп алдым. Бастысы сіздің құймаққа құйған сүтіңіз жылы болуы қажет, және ұнды көп қоспаңыз. Егер ұнды көп қосып жіберсеңіз, құймақтарыңыз қалың болып шығады. Осылай жұқа тесік болып шығу үшін ұнды көп қоспағаныңыз қажет. Достар, міне менің құймақтарым дайын болып қалды. Видеода көріп тұрғандай өте жұп-жұқа болып шығады, әп-әдемі болып. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Көргендеріңізге рахмет, астарыңыз дәмді болсын. Подписка жасауды ұмытпаңыздар.